15 тамыз жыл сайын қайталанатын әдеттегі күн сияқты. Бірақ сталиндік террор жылдарында бұл күн көптеген қуғын-сүргін құрбандарына қатаң еске түсіреді. Үлкен террордың барысында 1937 жылы 15 тамызда Николай Ежов КСР ішкі істер халық комиссарының нөмір 00486 жедел бұйрығына қол қойды. Құжатқа сәйкес қуғын-сүргіндерге ұшырағандардың отан сатқындарының әйелдері, троицкер, шпиондық және диверсиялық ұйымдарының мүшелері кірген. Бүгін сол жедел бұйрықты зерделеп оқи отырып, 00486 бұйрығының ұсақ түйегіне дейін операция жасағаны анықталды. Қамауға алу және тінту жүргізу, істерді рәсімдеу тәртібін дайындау, істерді қарау және жазалау шаралары, үкімдерді орнынан тәртібін негіздеу, сотталған балаларды орналастыру, балаларды қабылдауға және бөлуге дайындық өткізу, балаларды балалар үйлеріне жіберу тәртібін реттеу, сотталған балаларды бақылап еске алу болған екен. Құжат кінәсін дәлелдемей-ақ саяси себепсіз қудаланған әйелдерді тұтқындауға және лагерлерге жіберуге құқын берген. Оларға негізделіп 1937 жылы желтоқсан айының Карлактың 26 нүктесі Ақмола аудандық ішкі істер бөлімі болған. Ақмолаға 1938 жылы 6 қаңтарда алғашқы партиясында 1 жастан 3 жасқа дейін балаларды бар әйелдер әкелінді. 18 мыңнан астап әйелдер этаппен келді, ал 8 мыңға жуық әйелдер жазаларын толықтай Алжирда өтеп шықты. Олардың есімдері бүкіл посткеңестік кеңінен танымал болған белгілі мемлекеттік саяси және қоғам қайраткерлерінің әйелдері болған. Азиза Рысқұлова және оның анасы Арифа Есенғолова, Дами Жүргенова, Рабиға Асфандиярова, әнші Лидия Русланова, жазушы Галина Серебрякова, атылып кеткендер маршал Тухачевскийдің отбасынан шыққан әйелдер және тағы басқалары. Ауыр ерекше өмір, маңызы жоқ өндіріс, мұның бәрі арнайы контингенті үшін белгілі бір қатаң оқшаулау режимімен болғаны олардың өмірінен ерекше қатты ауырласты. Сол уақытта ішінде Алжир ЧСР лагері құрамына ғана емес, сонымен қатар оларда аса қауіпті тергеу орны ретінде қарастырылды. Тек 1939 жылдың мамыр айында отан сатқындарының әйелдеріне қарсы операция сақталды. Дегенмен ГУЛАГтың бұйрығы шығарылып, ЧСР шоғырланғандардың сәйкес арнайы режиммен болғандары жалпы лагерге ауыстырылған. Бұл Алжир тұтқындарының өміріне бірнеше түбегейлі өзгерістер әкелді. Ең бастысы әйелдерге бұрын тыйым салынған өз еркімен хат алмасуға рұқсат етілген. Көптеген әйелдер күйеулерінің тағдырын, балалардың жағдайларын, олармен не болғандығын туралы біле алды. Қарағанды еңбекпен түзету лагерінде 58-17 бабы бойынша КСР ішкі істер халық комиссариатының ерекше кеңесі мен шешімімен отан сатқындарының отбасы мүшелері ретінде сотталған тұтқынды әйелдер саны 22 мыңға дейін жетті. Тұтқындарға 3 жылдан 10 жылға дейін әртүрлі кезеңдер берілген. Лагерге түскендердің аты жөнін, ұлтынан, көбінесе азаматтық кәсібінен толықтай айырылды. Адамдарды жеке лагер нөмірлері бойынша арнайы киімдеріне, арқасына, женіне, тізесінде анықталған. Қашқан жағдайда оларды айрықша ерекшеленген. Бірақ жағдайдың қайғылы және абсурдтығына қарамастан лагер тұтқындары жас, өте әдемі әйелдер, көптеген балалары бар, балалар тіпті омыраулы әйелдерде болған. Тікенді сымның артында болып, олар сүйікті және қымбатты адамдарының бас тартуға соққан екен. Тұтқындалған әйелдерге лагерде лас және ауыр жұмыстарды жұмыс істеді. Тәулігіне 12 сағаттай созылды. Лагерге келген әйелдер тек лагер режиміне, күн тәртібіне бағынған. Таңнан кешке дейін ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптерде жұмыс істеген. ЧСР ретінде сотталған әйелдер өмір бойы 3 топта жазаланған: күйеуі үшін, өзі үшін және балалары үшін. ЧСР-дің балалары мен мемлекеттік ерекше есебінде болды. Өздерін ықтимал жауларын көруге міндетті болды. Отан сатқындардың отбасы мүшелерінің балалары лагерлерге жазасын өтеп, олардың өмірге келген үшін мерзімге ие болып және оны толығымен өтеп шықты.
Карлакта ішкі істер халық комиссариатының балалары санаттарға бөлінді. 1 жылдан 3 жылға дейін бөбекжайға, 3 жастан 15 жасқа дейін ішкі істер халық комиссариатының балалары үйіне орналастырылды. 15 жастан бастап мәселе жеке шешіліп тағайындалды. Көбісі олар лагерь жұмысына тартылды. Келген жүкті әйелдер тұтқындары лагерде босанды. 3 жастан кейін баланы омырауларынан алып сәбилер үйіне жіберілген. Балалармен ажырастыру әйелдерді үмітсіздікке жеткізген. Карлак аумағында балалар комбинаттарында 4 балалар үйі, санитарлық емдеу бөлімі, сәбилер үйі, 18 балабақша мен ясли-саттар болды. 1940-41 жылдар аралығында лагерде 1048 балалар дүниеге келді. Ал 1950 және 1952 жылдар аралығында 1713 балалар көз ашты. Лагердің 5 сәбилер үйлерінде 576 бала орналастырылды. Bir жылдағы балалардың орташа айлық контингентіне мұндай деректермен сипатталады. 1941 жылы 1001 бала, 1942 жылы 605 бала, 1943 жылы 733 бала, 1944 жылы 837 бала, 1945 жылы балабақша мен ясли-саттарда 740 балаға толған. Олар лагерь балалары болды. Олар үйді не екенін білмеді, әке мен әже деген сөздерді білмеген. Оларға тек лагермен байланысты жағдайлар түсінікті және қолжетімді болды. Егер олар тақтаға үй салса, олар барак деп айғайлаған. Егер боялған үй дәстүрлі дауалмен қоршалса, оларды зона деп айтқан екен. Лагердегі әйелдер босату мерзіміне дейін аяқталғаннан күтіп, санай отырып жазасын толықтай өтегеннен олардың жаңа өмір күтеді деп анық сенген. Көптеген әйелдер өздерінің естеліктерінде айтып кеткен. Лагерде бір баппен сотталғанын, сонымен қатар адамның бір-біріне тең дәрежеде болғанын, бірге үкімнің әділетсіздігінің сезінетін және одан да жаман болмайды деп ой толғағаны. Бірақ босатылғаннан кейін нақты мәселелер оларды күтті. Босатылғаннан кейін оларға ірі қалаларда өмір сүруге тыйым салынды. Олар жұмысқа қабылдамады, лагерден кейін өмір жақсартуға мүмкіндік бермеді. Сондықтан тұтқындардың көпшілігі лагерде ерікті адамдар ретінде қалды. Толық босатылғаннан кейін оларды әлі алыс болғанын анықтады.